келдіңіздер. Осылай амандасып жүрсіз. Иә. Қандай кабинеттен кабинетте жүрсіз деуге болады? Ешқашанда өзімен бірге команда дейді қазір. Адамдарды топырлатып алып келетін әдетім жоқ. Енді өзіңіз айтып қалдыңыз, Фейсбукте барсыз, иә? Иә, бармын. Инстаграмда ше? Инстаграм деген кішкене мен үшін бір жеңілдік желінің түрі сияқты. Жалпы үкімет осы пандемиядан қандай сабақ алды? Қазір сырттан ешқандай мемлекет көмек күтіп отырмайды. ЛРТ-ға қатысты. Сонымен ЛРТ бізде салына ма, жоқ па? Соны кейін анықтап білуге болады. Қаржылық, сауаттылық халық арасында төмен деген пікір қалыптасқан. Сізмен келісесіз? Біз енді күнделікті өмірде көріп жатырмыз. Құпия болмаса жалақыңыз қанша? Сізде сұрақ көп қой, бірақ Үкімет мүшелерінің арасында WhatsApp чат бар ма? Кім ол жерде белсенді? міндетті түрде премьер-министрдің админ болу қажет шарт емес деп ойлаймын. Жалпы кредиттік амнистия жасауға пікіріңіз қандай? Кредит алды ма, кез келген адам төлеу жағын ойластыру керек. Төлей алмайсың ба? Алма. Армысыздар, бұл Атамекен бизнес арнасындағы эксклюзив бағдарламасы. Кезекті шығарылымыз жалпы қаржы секторына арналады. Бүгінгі спикеріміз қаржы министрі Ерұлан Жамаубаев. Бірінші сұрағым бейресмиден бастасақ деп тұрмын. Амандасу тәсіліңіз қалай өзгерді қазір соңғы трендке байланысты? Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Осылай амандасып жүрсіз? Иә. Күнделікті ме, жоқ әлде ұмытып кетесіз бе? Бола ма сонда? Жоқ, қазір барлығымыз маска киіп жүргеннен кейін, бүкіл қажетті шараларды сақтап жүргеннен кейін амандасу тәсілін ұмытпайды. Жалпы онлайн жүйеге жұмыстарыңыз қаншалықты икемделіп кетті? Онлайн жұмысына икемделуге мәжбүрміз. Сондықтан да біздің тұрмысымызда да жұмысымызда өзгеріс бар. Қазір өздеріңіз білесіздер, алғашқы карантинде біз 80%-ға дейін қашықтан жұмыс істегенбіз. Сондықтан әрине плюстері бар, жаңа кемшіліктері де бар, бірақ соған қарамастан біз мәжбүрміз осындай форматта жұмыс істеуге. Қаржы министрінің кабинетінде не тұру керек? Бәлкім калькулятор? Дұрыс айтасыз. Енді мен өзіммен келетін әрине бірінші өзімнің сана сезімім, өзім болмысым. Одан кейін мен әлгі бір кабинеттен бір кабинетке дүние таситын ондай әдетім жоқ. Содан кейін ешқашанда өзімен бірге команда дейді қазір, адамдарды топырлатып алып келетін әдетім жоқ. Енді столға келетін болсақ, столым таза болған жақсы көремін. Себебі адамның біріншіден жұмыста ми таза болу керек, жұмыс істеу үшін, сосын стол таза болу керек. Столда қажетті заттар бар, ол калькулятор дұрыс айтасыз. Бірақ енді өзім кез келген адам біріншіден заңды білу керек, а заңның төресі ол ата заң. Ата заң столында тұрады. Енді 98 бабын білу бәріміздің парызымыз. Ақпаратқа қай уақытта шолу жасайсыз өзіңіз? Енді белгілі бір уақытым жоқ, себебі жиналыстардың арасында, кездесулердің арасында, немесе мынандай жалпы жұмыс істеп отырғанның арасында көруге мәжбүр. Себебі өздеріңіз білесіз, секунд сайын өзгеріп жатқан динамикалы өмір, заман. Facebook бар, одан кейін басқа да көп интернеттің желілері бар, сол жерде бәрін қарауға мәжбүрміз. Енді өзіңіз айтып қалдыңыз, Фейсбукте барсыз, иә? Иә, бармын. Инстаграмда ше? Инстаграмда жоқпын. Неге? Инстаграм деген кішкене мен үшін бір жеңілдік желінің түрі сияқты. Үлкен саясатта достық бар ма? Кез келген жерде де достық бар. Егер де өзің сеніп білетін, жақсы танитын адам болса, неге ондай достықтан бас тартуға болады. Қасыңызда көмекшілерден әдетте не талап етесіз? Мысалы, сіз таңертең кабинетке кірдіңіз, бірінші талап ететіңіз кофе, чай? Енді кофе, чай ол талапқа жатпайды. Бірінші талап ол әрине өзінің білімі, сосын кейін жұмысқа деген қарым-қатынасы. Соны талап етемін. Яғни жұмысқа жауапкершілікпен қарау керек, өзің ісін білу керек, сосын заң бұзбау керек. Қалған талаптардың бәрі ол енді қарым-қатынас деп айтуға болады. Енді қазір сіздердің бұған дейін президенттің тапсырмасымен жауапты хатшылардың қызметі алынды. Қазір осы міндетті кім атқарып жүр сіздердің ведомстволарыңызда? Жұмыс көбейіп кеткен жоқ па өзіңізде жеке? Жоқ, қазір жауапты хатшылар әлі істеп отыр, бірақ жылдың соңына дейін бұл функция жойылады. Келесі жылдан бастап аппараттың басшысы деген лауазым пайда болады. Сол кісіге жүктелетін болады. Мен бұл сұрақты барлық спикерме қойып жүрмін. Сізге де қояйын. Меншігіңізде не? Меншігімде үй бар. Енді кезінде оны кредитке алып, сосын өзім басында үй бар. Ал автокөлігі жоқ. Автокөлік жұбайымның атына. Әйеліңізде бизнес? Бизнес жоқ, ол квазимемлекеттік секторда істейді. Енді мен сұрақтарым бітті. Қазір ресми жаққа көшсек. Ерұлан Кенжебекұлы, жалпы біз қазір интервьюіміз бастамасы бұрын мен сізге бір өтініш жасасам, біз ара қашықтықты мейлінше сақтап отырмыз, сондықтан маскасыз интервью өтсе қалай қарайсыз? Жақсы.
Онда сіздің рұқсатыңызбен. Енді онда бірден сұрағыма көшейін. Жалпы енді жағдайымыз қазір өзгерді ғой, соңғы наурыз айынан бері жалпы пандемия бір сілкіп алды барлығымызды. Үкіметті де сілкіп алғаны белгілі. Осы жағдайға байланысты пандемия жағдайында енді екінші толқын болып қалуда мүмкін деп жатырмыз, дайындық болып жатыр деген сияқты. Бұған үкімет қаншалықты дайын? Біз енді осы пандемияның арқасында бюджетті 2 рет нақтылаудан өткіздік, көктемде, сосын күзде. Көктемді нақтылауда өздеріңіз білесіздер, ол тек қана пандемияға қарсы емес, жалпы дағдарысқа қарсы толығымен экономиканы орнына келтіруге қаражат бөлінген. Оны өздеріңіз білесіздер, 5,9 триллион теңге, оның 3,5 триллионға жуығы республикалық бюджетте қарастырылған болады. Жалпы егер пандемияның немесе осы эпидемияға қарсы іс-шараларды қарастырсақ, бұл жерде үкіметтің резерві бар, алдыңғы нақтылау бар, содан екінші нақтылау бар. Одан кейін өздеріңіз білесіздер, тез арада инфекциялық аурухана құруға жұмсалған қаражат бар. Соның бәрін есептегенде бір 600 миллиардтан аса қаражат көзделген. Бұл жеткілікті қаражат. Екінші толқынны үкімет осы екінші нақтылау кезінде тиісті қаражаттарын бәрін орнықтырды. Бұл 240 миллиард теңгенің көлемінде қаражат. Сондықтан жалпы үкімет пандемияға дайын. Негізгі қаржы қайдан алады? Резервтен ба үкіметтің, әлде бюджеттен болатын бола ма? Негізгі қаржы республикалық бюджетте немесе жергілікті бюджетте қарастырылған. Резервте ол бюджеттің бір бөлігі болып табылады. Яғни сақтық шарасына пандемиядан тек үкімет емес, бүкіл әлем сабақ алып отыр. Себебі қазір сырттан ешқандай мемлекет көмек күтіп отырмайды. Бәлкім сырттан қарыз алып қалуымыз мүмкін бе? Сырттан қарыз алу ол тек қана пандемияға байланысты емес, бұл жалпы бюджеттік процесс. Дефицитін жабу үшін біз қарыз алуға мәжбүрміз. Бюджеттің дефициті келесі жылы 2,5 триллион теңге. Соны жабу керекпіз. Соны сырттан аламыз ба, жоқ әлде оның негізгі ұлттық қордан алуымыз мүмкін? Жоқ, ұлттық қордан алатын ақша ол бөлек. Ұлттық қордан алатын бөлек. Қаржы министрлігі құнды қағаздарды шығарып, сол ішкі нарықтан тартамыз. Сосын қаржылық ұйымдар, оның ішінде банктер, сосын басқа да қаражаты бар ұйымдар, солардың қаражатын тартып дефицитті жабамыз. Яғни құнды қағаз шығару арқылы. Егер де ішкі нарықтың ақшасы жеткіліксіз болса, онда басқа нарықтарға шығамыз, шетелдің нарықтары. Бұл шетелдің қаржы ұйымдары, дүниежүзілік банк болуы мүмкін, немесе Европаның даму және қайта құру банкі болуы мүмкін, Азияның даму банкі болуы мүмкін, немесе басқа да мемлекеттердің инвесторлары болуы мүмкін. Өткен айларда біраз білім министрлігінде ақшаға қатысты кішкене шу шықты. 67 миллион долларды компьютер алуға алынған ақша болатын. Жалпы осы сияқты қандай бізде тағы да қарыздар бар? Бірінші ғылым және білім министрлігінің тақырыбына келсек, бұл жерде 67 миллион доллар даму банктен, дүниежүзілік даму банктен алу керек болады. Бірақ олар барлық ақшаны игеруге ниет білдірген жоқ. Олар игеруіне де мүмкіндік бар болады. Бірақ олар айтты, ішкі экономиканың арқасында, сосын бюджеттің арқасында біз компьютерлер алуға 70 миллиардтан аса ақшалар бөлдік. Бұл жаңа өздеріңіз білесіздер, қашықтықтан оқыту форматына арналған. Жергілікті бюджеттен алды? Жоқ, бұл республикалық бюджеттен біз жергілікті бюджетке бөлдік. Сосын жаңа мүмкіндігі жоқ жанұяларға, балаларына сол компьютерлер берілген болатын оқытуға. Сосын бұл білім және ғылым министрлігі 67 миллионның 40 миллионнан аса долларын қайтарамыз деп ниет білдірді. Енді ол жалпы кредитті алу бар да қайтару бар ғой. Бәрі ол қайтаратын нәрсе, егер де ондай мәжбүрлік жоқ болса, біз қайтаруға құп келістік. Сондықтан бұл ешқандай шу шығатын мәселе емес. Енді осы сияқты басқа қарыздар. Тәуелсіздіктің алғалы бері біз енді бәрібір сыртқы нарықпен қарым-қатынасымыз бар ғой. Мемлекет сырттан қарыздар алып отырады. Ондай алған қарыздардың көлемі 14 миллиард ақш долларының көлемінде сырттан алған қарыздар. Бірақ енді дәл қазір қалып отырғаны төлейтіні 5 миллиардтан аз, 4,9 миллиард көлемінде қалды, доллар көлемінде. Бірақ енді ол жаңа белгілі бір жобаларға жұмсалып отырған қарыздар. Осы жерде сұрай кетейін, ауыл шаруашылығы министрлігі 500 миллион доллар қарыз алатын болды. Мал шаруашылығын дамытсақ, малды сол жаңа іріктеу, бордақылау, сосын оның жаңа етін сыртқа экспортқа шығару бойынша жобалар бар. Бірақ бұл займ бойынша әлі шешім толығымен қабылданған жоқ, бірақ бұндай ұсыныс бізбен талқыланып жатыр. Келесі сұрағым ЛРТ-ға қатысты.
сонымен ЛРТ бізде салына ма жоқ па, инвестор табылды ма, және Астана банкінде күйіп кеткен қарызды, депозиттерді кепілдендіру қоры арқылы қанша теңгесі алынды, және қазір бұл процесс жалпы қалай жүріп жатыр? Енді ЛРТ-ға қатысты бұл әрине алаңдатып отырған мәселе, бірақ ЛРТ-ның қазір ары қарай жалғастырып салу керек пе, салмау керек пе, дұрыс айтасыз. Бұл үлкен сұрақ, себебі бізге инвестор керек, оның жаңағы проблемалық кредиттер қоры. Иә, бұл қорға ЛРТ-ның өзі ұсыныс білдірді. Біздің алашақ ақшамыз бойынша Астана банкпен соны алуға көмектесіңдер деп. Сосын біз келіссөз барысында ортақ шешімге келдік. Олар өздері өздерінің талаптары арқылы соны өндіріп алуға ұсыныс жасады. Біз сондай шешімге келіп, ол өздері өндіріп алатын болды. Сондықтан да бұл жерде проблемалық кредиттер қорының араласы жоқ қазір. Ал бұған дейін сіздер арқылы өндірілген қаржы сомасы қанша? Енді ол өндіріліп жатқан қаржы сомасының барлығы ұлттық қорға құйылып жатыр. Бір 100 миллиардтан асқан қаражат құйылды ұлттық қорға. Ал инвестор біздің ізделіп жатыр деп еді ғой, сол процесс қалай жүріп жатыр қазір? Өйткені сұрап отырған себебім, бұл проектте жалпы үкіметтің кепілдендірілуімен сырттан қарыз алынған, Қытайдан. Ол қарызды, қателеспесем, қайтарып біттік деген ақпарат шыққан. Иә, ол қарызды олар облигация шығару арқылы өздері, дұрыс айтасыз, кепілдендірілген мемлекеттік кепілдендірілу арқылы облигация шығарып, Қытайдың алдында қарыздарын өтеді. Көлеңкелі экономикамен күрес қалай жүргізіп жатсыздар осы салада? Қазірдің өзінде біз Астана 1 деп естіп жүрген шығарсыз. Астана 1 деген үлкен ақпараттық жүйе бар. Сол арқылы бүкіл кедендік рәсімдердің бәрі қазір тіркеліп, сол арқылы жүргізеді. Бұрын енді бірнеше күн кететін бір кедендік рәсім жүргізіп жүр. Қазір 1 минутта осы Астана 1 минутқа жетпей рәсімдеуге болады. Бұл жерде біз барынша бизнеске қолайлы, оңтайлы жағдай жасаймыз. Бұл біріншіден. Екіншіден, біз енді өздеріңіз білесіздер, негізгі кеден операциялар бұл Қытай Халық Республикасымен шекара арқылы жүреді. Бұл төңірегінде де біз үлкен жұмыстар атқарамыз. Олардың өздерінің бір статистикасы бар, деректері бар, импорттық, экспорттық операциялар бойынша. Біздің жүргізетін өзіміздің операцияларымыз бар. Сәйкестік бар ма? Иә, сол екі операциялардың арасында бұрнағы жылдары 60%-ға дейін арақашықтық болған, сәйкессіздік болған. Біз енді соны барынша қазір 40%-ның көлеміне дейін төмендеттік. Яғни біз неғұрлым сол сәйкестікті жақындата берсек, әрине ол 100% сәйкес болмайды, себебі олардың өзінің дефинициялары бар. Бұрынғымен салыстырсақ, қазір қанша сомаға сәйкессіздік? Сәйкессіздік енді бұрын өздеріңіз білесіздер 7-8 миллиард ақш доллардан кетіп қалған болды. Қазір енді 4-5 миллиард ақш долларының көлемінде. Бірақ бұл да қомақты сома. Келесі үлкен мәселе бұл біз кеден бар да, ал біздің Еуразиялық одаққа кіретін мемлекеттердің арасында экспорттық, импорттық операциялар бар. Ол кеден, бұл мемлекеттердің арасында кеден жоқ. Бірақ бұл экспорттық, импорттық операциялардың да дұрыс жүруіне біз қадағалау орнаттық. Арнайы навигациялық пломбалар ілінеді автомобиль транспорттарына. Сол арқылы біз олардың тауардың жететін нүктесіне жетті ма, жоқ басқа жерге бұрылып кетті ма, соны бақылап отырамыз. Пандемия жағдайында ары-бері кіріс шекарадан шынында да азайды деп айттыңыз. Қаншалықты азайды екен? Енді әртүрлі бұл. Қытаймен бар қарым-қатынас, басқа да мемлекеттермен бар. Мұнайға байланысты өте көп түсімдер алынбай отырмыз. Сосын экспорттық, импорттық кедендік баж салықтары бар, және де басқа да түсімдер бар. Онда ол 30%-дан бірнеше есеге дейін төмендеп отыр. Кедендік баж салығынан қанша соманы жоғалттық? Жаңа алдында айтып өттім, мұнайдың бағасының түсуі жыл басынан бері 36% құрап отыр. Осы арада енді біз экспорттық баж салығының түсуі 370 миллиард теңгені құрап отыр. Өткен 9 айдың ақпаратына сүйенсек. Бірақ түспей қалғаны 91,5 миллиард теңге құрап отыр. Яғни біз осындай қаражатты бюджетке түсіре алмай отырмыз. Қазақстанда прогрессивті салық жүйесін енгізіп жатқаныңыз белгілі. Жалпы сіз өзіңіз қолдайсыз ба бұны? Бай болсаң, салықты да көп сонша төле, көп төле. Әрине, кез келген
қалталы азамат енді мүмкіндігі жоқ азаматтарға көмектесу керек. Сол жағынан әрине бұның бір әділдігі бар. Бірақ мен сізге айтайын, қазір статистикаға көңіл бөлсек, сол жалақысы үлкен деген адамдардың үлесі бұл 5%-нан аспайды. Ол үлкен дегенде қандай мөлшерден, қалай есептеледі? Үлкен жалақы қанша болады? 500-600 мың теңгеден асатын. Ол 500-600 мыңнан асса сен үлкен жалақы аласың. Жақсы жалақы алатын адамдар, солардың көрсеткіші жалпы үлесі барлық қызметкерлердің үлесінен 5-6%-нан аспайды. Яғни біз бұл прогрессивтік шкаланы енгізетін кезде бірнеше сұрақтарға жауап беру керекпіз. Оны сараптап қазір ұлттық экономика министрлігімен бірге қарастырып жатырмыз. Бірақ дәл қазір енгізу керек деген біздің алдымызда ондай мақсат тұрған жоқ. Салықты өзгерткен сайын біз халықтың арасына кішкене қобалжу туғызамыз. Қобалжу туғызғаннан кейін олар әрқашанда өзінің табысынан айырылғысы келмейтін бір ойында ой тұрады. Ол ой дегеніміз не? Сосын жаңағы тығып алу, конвертпен алу, тағы сондай мәселелер туындауы мүмкін. Қаржылық сауаттылық халық арасында төмен деген пікір қалыптасқан. Сіз осымен келісесіз бе? Мен келісем. Себебі біз енді күнделікті өмірде көріп жатырмыз. Біріншіден, салық төлеуге келгенде, ол кәсіпорын болсын, ол жеке бір тұлға болсын, қандай да бір, барлығы сол салықты төлеуге бір немқұрайлы қарайды. Салық төлеу бір ауыртпалық сияқты көреді. Ал негізінде салық төлеу бұл Конституцияда, ата заңда көрсетілген әрбір азаматтың борышы. Біз сол алғашқы күннен бастап салық төлеудің қажеттілігі екен, борыш екенін түсінсек, мысалы біз мемлекетімізді қорғау, армияға бару, әскерде қызмет ету борыш деп есептейміз ғой. Салық төлеуде сол сияқты бізге борыш, ол бір теңіз. Екіншіден, біз анау өздеріңіз білесіздер, әртүрлі қаржы пирамидалар дейді ғой. Адамдар біліп білмей бір сондай схемаларға кіріп жатады. Бүгін мысалы 1 теңге берсең, ертең 5 теңге, 100 теңге алып шығасың дейді. Олар кейде біліп істейді, кейде білмей істейді. Білмей істегендер сол қаржылық сауатсыздық дейміз. Сондықтан менің жалпы өзім ұсынысым, ойым қаржылық сауаттылықты балабақшадан болмаса мектептің алғашқы сыныптарынан бастап үйрету керек. Әрбір берген, ата-анасы берген әрбір тиынды, әрбір ақшаны қалай дұрыстап, ұқыптап ұстау керек. Дүкенге барғанда да, нан сатып алса да, басқа бір азық-түлік тауарларын сатып алса да, оның берген ақшасының қайдарым тиындары болады. Соны дұрыс тиын санай білу, сосын ұқыптап пайдалану, оны жаңағы әмиянда ұстау. Ақша деген ол жалпы тауарменен тауардың айналысын байланыстыратын бір құрал ғой, төлем құралы. Сондықтан сол төлем құралымен дұрыс жұмыс істеу керек. Сосын оны қалай біз көбейтіп және де жинақтап, сол ақшамен дұрыс жұмыс істеу білу керек. Осының барлығы қаржылық сауаттылық. Осы жағынан жастарымыз мектепті бітіре салып, осындай білместіктен барып, жетпейтін шәкірт ақысын пайдаланып, біріншіден барып телефон сатып алады, қымбат гаджеттер сатып алады. Сосын жаңа кредитін төлей алмай жүреді. Өздеріңіз білесіздер, бүкіл Қазақстан бойынша тұтыну кредиті бойынша біз енді әлемде бірінші орында мемлекеттердің біреуі шығармыз. Ол деген қаржылық сауаттылықтың жеткіліксіздігінен деп ойлаймын бірінші кезекте. Яғни қаржы министрі ретінде қаржы пирамидаларына сенбеңдер деп айтасыз. Иә, қаржы пирамидаларына сенбеу керек, мүлде сенбеу керек. Себебі олар сіздерді тақырға отырғызып кетеді. Қаржы министрі өзі қаржысын қайда сақтайды? Менің қаржым банкте сақталады, себебі біз кез келген жалақымызды банк арқылы аламыз. Сондықтан да өзімнің карт счетымда қаражаттарым сақталуы. Шетелдің валютасында ма, жоқ әлде теңгеде ме? Ол карт счетым бәрі теңгемен ғой бізде. Теңгемен сақтап отырмыз. Өзіңіздің депозитіңізді? Менде депозит жоқ. Енді сақтауға қандай кеңес бересіз? Доллармен, теңгемен? Сақтауға біз енді бұрыннан бері беріліп кеткен кеңес қой. Адамдар жалпы қаражат көп болса, әрине сақтаудың сақтық шараларын ойлайды. Яғни бұрын айтып бір қоржынға бәрін салма деп. Яғни егер мүмкіндік болса, біраз бөлігін теңгемен, біраз бөлігін шетел валютасына ұстауға болады. Егер де асып бара жатқан қаражат болса, енді бұл жерде өзіңіз білесіз, алтынның бағасы өсіп келе жатыр. Инвестициялық алтын деген бар, бұл ұлттық банктың
тарапынан жүргізіліп жатқан шаралар бар. Банкте екінші деңгей банктер арқылы сатып алуға, ұлттық банк арқылы сатып алуға, инвестициялық алтын дейді. Бұлардың өзінің үлкен жаңағы пробалы алтындар. Соларға салуға болады, немесе енді бізде жылжымайтын мүлікке салады көп жағдайда. Өзіңіз білесіздер, жаңағы пәтер алып қояды, балаларын алып қояды, сондай мәселе. Биржада, брокерде ойнайтын. Ол брокер биржада ойнауға болады, бірақ енді бұл жерде сауаттылық өте жоғары болу керек. Себебі олардың тәуекелдері де жоғары. Ол жерге салып, жаңағыдай қаржы пирамидасына жақын демей-ақ қойын, бірақ сол сияқты үлкен табыс әкелуі мүмкін де. Өйткені олардан тәуекелі жоғары инструменттерге, құралдарға салады ғой. Сонша да жоғалтып алуы мүмкін. Ол жерде де жоғалтып алуы мүмкін. Қаржы министрінің өзінің қарызы бар ма? Менің қарызым тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде кезінде үй сатып алуға, сосын жаңағы жөндеу жұмыстарына алғам, бірақ ол қарыздарымды осы соңғы 1-2 жыл бұрын жауып құтылдым. 200-300 мың жалақы алсаң да қалай тиімді, барлығына жеткілікті, үнемді пайдалануға болады? Енді ол жалпы айтып тұрмын, бұл әркімнің өзінің отбасының жағдайына байланысты. Ол бір үйде жаңағы жұбайы мысалы әйелі күйеуі бірдей жұмыс істейтін болса, ол басқаша жағдай. Егер де тек қана мысалы күйеуі жұмыс істеп, әйелі жұмыс істемесе, бұл басқаша жағдай. Сондықтан да бұл бәріне бірдей рецепт жоқ, бәріне бірдей ақыл айт жоқ, былай сақтап қалу, былай сақтап. Айтып отырмын ғой, инструмент көп. Үй болса бір бөлек жұмсайды, басқаша жұмсайды, балалардың оқуына жұмсайды, демалуына жұмсайды. Егер үй жоқ болса, бірінші адам үйді алу қамдану керек. Жаңағыдай шот ашып, отбасы банкінен шот ашып, сол жерде жинақтап, сосын үй алып, кредит алып, бірінші үй мәселесін шешеді кез келген адам. Сондықтан да бұл жерде бәріне бірдей ақыл айту өте қиын. Құпия болмаса жалақыңыз қанша? Енді біздің жалақыларды өздеріңіз білесіздер, бүкіл министрлерге, саяси немесе әкімшілік қызметтерге арналған арнайы торап бар. Сол торап бойынша мен енді миллион теңгеге сәл жетпей аламын. Қаржы министрі оқуға, қаржылық сауатты арттыруға оқуға кеңес беретін 3 кітап. Жалпы енді өзіміз қазақ болғаннан кейін биыл енді өздеріңіз білесіздер, Абайдың 175 жылдығын тойлап отырмыз. Абайды білмейтін қазақ емес деп ойлаймыз. Білесіз бе? Бәрін де білеміз, бірақ жалпы Абайдың кеңестерінің ішінде өте көп біздің іліп алатын немесе ақылға, түйсігімізде, санамызда сақтап жүретін нәрселер көп. Ең бастысы бұл енді жаңағы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы. Абай жолын бірнеше қайта оқып шықтым. Ол жерде енді бүкіл әсіресе ер азаматтар үшін өте керекті кітап деп ойлаймын. Себебі адамның адам болып, ер азамат болып қалыптасуына үлкен үлес қосатын бір рухани дүниенің біреуі. Абай жолында қай эпизод сізге қатты ұнады? Абай жолында эпизодтар көп қой, бірақ енді оның ішіндегі ерекшесі бұл. Мысалы маған Шүкімәмен Абайдың танысқан жері. Маған Абай менен Құнанбайдың қарым-қатынасы. Кез келген жерде бір сабақ болатын нәрсе. Бұл деген кез келген қазақ азаматына, жалпы өрескел келе жатқан, өсіп келе жатқан жасөспірімдерге, балаларға, немесе өзіміздің әке-шешемізге қарап, сол қарым-қатынастан үлгі алып, қалай өзіңді ұстау керек, қаншалықты жаңағы байыпты болу керек, қаншалықты дәріптеу керек, қай жерде елу керек, қай жерде жаңағы өзіңнің бойыңды көтеру керек, соның бәрін көрсететін құндылықтар бар. Тағы 2 кітап. Бұл 1 кітап. Енді қаржыгер болғаннан кейін қаржыгер деген кітап бар, өзі Теодор Фрейзердің кітабы бар, сондай өте Ауыр кітап қой? Жоқ, ауыр кітап болғанда енді ол жалпы қаржының саласын. Енді онда Адамстың кітаптары бар, жаңағы макроэкономикалық макроэкономикалық туралы жазған кітаптар бар. Банк ісі туралы өте көп кітаптар бар. Оның бәрін тізіп айта беруге болады, бірақ одан кейін енді тағы бір кітап бар, бұл экономиканы жаңағы жалпы экономиканы қалыптасуын, сол экономиканың жанында жүретін саяси мәселелер білгің келсе, және мұнайдың жалпы экономикаға, бүкіл дүние жүзіне әсер еткен әсерін білгің келсе, бұл Эргин деген үлкен Пулитцер жаңағы лауреаты бар, соның кітабы бар, қазба деген, кен қазбалар деген. Сол кітапты оқуға бір кеңес беретін едім. Қаржы тілін қазақша сөйлету мүмкін емес дейді. Сіздің пікіріңіз? Кез келген тілді қазақша сөйлетуге болады. Бұл қаржы болсын, медицина болсын, ғылым болсын, білім болсын. Онда неге біздің шенеуніктердің басым бөлігі қаржы тілін қазақша сөйлете алмайды? Неге деп ойлайсыз?
Бірақ енді көп шенеуніктер қаржы саласында жұмыс істеп жатқан жоқ қой. Қаржы саласында істеп жатқан азаматтар сөйлейді. Бірақ енді әр азамат өзінің саласында жүргенде сол саласын сөйлете білсе, сол кезде енді қазақ тілін дұрыс деңгейде, жеткілікті деңгейде ұстап тұруға, дамытуға мүмкіндігіміз бар. Үкімет мүшелерінің арасында WhatsApp чат бар ма? Бар. Басым бөлігі не айтасыздар? Кім ол жерде белсенді? Енді ол, шын айтсам, бұл жерде тек жұмысқа байланысты нәрселер жазылады. Әсіресе тапсырмаларға байланысты. Мемлекет басшыларының тапсырмасы, өзіміздің арамызда жүрген құжаттарға байланысты ұсыныстар, қандай да бір керекті сол дүниелер ғана талқыланады. Енді көбісі чатта жүргеннен кейін белгілі ғой, енді ойыңыз түсініп отырмын, құттықтау сөздер, не бір сайғы мазақ нәрселер, қызық нәрселерді жіберу, ол енді ол чаттың жаңағы тақырыбына жатпайды. Бірақ туған күнмен құттықтау болады. Бірен-саран болып тұрады. Бірақ енді туған күн дегенде жеке бір адамды құттықтаған келсе, өзіне хабарласып құттықтауға болады ғой. Міндетті түрде оны чатқа жіберудің қажеттілігі жоқ деп ойлаймын. Админ кім чатта? Асқар Маминнің өзі? Жоқ, бізде енді бірнеше админ бар. Ол міндетті түрде премьер-министрдің админ болу қажет шарт емес деп ойлаймын. Соңғы сұрағым болсын, сіздің пікіріңізді білу маңызды. Кредиттік амнистия жасауды сұрап жатқан азаматтар көп. Ол жасар емес, біздің қоғамда да. Қазір Қырғызстанда да сондайды сұрап жатыр. Бізде белгілі бір топтарға кредиттік амнистия жасады. Жалпы кредиттік амнистия жасауға пікіріңіз қандай? Енді бұл қаржы министрлігінің тікелей құзырына жататын мәселе емес. Себебі кредитті алғаннан кейін кредитті реттейтін өзінің органдары бар. Сол банктерді реттейтін, қадағалайтын органдар бар. Бірақ жалпы айтарым, кез келген адамға, мен өзім банк жүйесінде көп жыл істегеннен кейін білемін, кредит алуға ешқашан аспау керек. Мен өзім жаңа айтып өттім ғой, тұрғын үй құрылыс жинақ банкында істегенде де кез келген тапсырыс берген адамды алдымен олар бәрі кредит алуға асығады. Бүгін шығарып берсе екен, кредиттік комитеттер болды, солардан тез өткізіп берсе екен, баспананы алу керекпін, ана алу керекпін, тағы да бірдеңелер. Сол кезде айтамын, кредит алуға асықпаңдар. Себебі кредитті сосын төлеуге асықыңдар. Себебі өздеріңіз білесіңдер, ол жалпы кез келген дінде де ол қарыз деген жақсы нәрсе емес. Сондықтан да кредитті алу бар да, кредитті жабу бар. Сондықтан егер алдым ба кредитті, менің жалпы өзім ұстаным кредитті жабу керек. Ал амнистия деген ол енді ол басқаша нәрсе. Ол жалпы амнистия егер бір кешіріммен қарай берсек кез келген кредитке, онда кредиттің құрал ретінде жаңағы ешқандай мәні де болмайды, сосын құндылығы да болмай қалады. Онда не үшін кредит беріледі, егер ол төленбейтін болса? Ал төленбейтін болса, онда мүлде кредит болмау керек. Мәселе сода. Сондықтан да кредит алды ма, кез келген адам төлеу жағын ойластыру керек. Төлей алмайсың ба? Алма. Мен қоймайған сұрақтар болды ма? Сізде сұрақ көп қой, бірақ уақыт шектеулі. Ерлан Кенжебекұлы, осындай тығыз уақытыңызды, күн тәртібіңізден бізге арнайы уақыт беріп сұхбат бергеніңізге үлкен алғыс білдіреміз. Жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Қаржы министрлігі сіздің карьераңыздың орта шегі болсын деп тілеймін. Бұдан да өсе беріңіз деп тілеймін. Рахмет сіздің сұхбат алуға келгеніңізге, және де өздеріңіз білесіздер, мына қаржыгерлер күні жақындап қалды. Қаржыгерлер күні құтты болсын, қаржыларыңыз көп болсын. Рахмет, сіздерді де қаржыгерлер күнімен құттықтаймыз. Ал мен естеріңізге салайын, бұл Атамекен бизнес арнасындағы эксклюзив бағдарламасы болатын. Бүгінгі біздің қонағымыз қаржы министрі Ерлан Жамабаев болған еді. Өздеріңізбен көріскенше күн жақсы болсын.